Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Алишер. Бүгін біз уәде бергеніміздей iPad 3-ке шолу жасаймыз. Енді iPad 3-ті сіздерге көрсетейін қазір. iPad 3 қойды. iPad. Расында көрінесің бе iPad-та? Жоқ. Дауыс қаққан шығар. Баға? Десейші бізге? iPad-та? Бастан тұршы, жосы босат. Чуть-чуть. Бол. Кейін ойсыз қазір. Шол жосы. Кейін жоқ. Кәп берем кейін. Айтар! Кешіріңіздер, біздің әріптесіміз ойындараны жақсы көретін еді. Енді iPad-ты бізді шолу жасауға көмектесуге Стив Джобстың өзін шақырды. Сәлеметсіз, Стив аға. Hello all. Hi guys. Қош келдіңіз біздің студияға. Thank you. As you know, I'm Steve Jobs. I'm CEO of Apple Corporation. Не болды? Өтеме. Қой деме. Не болды енді? Жақсалттың ба? Жарайды жасқырсың кішкене дұрыстап бастайық енді. Сәлеметсіздер ме бәріңізге? Менің атым Сауран. Мен Apple продукциясының сертификат алған маманымын. Және де бүгін осы iPad 3-ке, негізі айтып кетермін. Мынау iPad 3 емес. Мынаның негізі ресми атауы The New iPad, то есть жаңа iPad деген. Бұл iPad 3 емес. iPad 3 емес. Интернетте көптеген версиялар болған. Мына аталуын iPad 3 деп атаған, iPad HD деп атаған, iPad Touch деп атаған. Алайда дұрыс атауы жаңа iPad болады. Сол енді мен өзім Apple продукттарының жанкүйері емес едім де. Шолу жасау өзім түкте жасамайтын, сол үшін шақырып отқан түсініп отқан шығарсыз енді. Мүмкін енді артына өтейік та Ерекше айтып кететін жай ол деген жаңа iPad-тың дисплейі. Біздің жаңа революционды Retina дисплейдің көмегімен бұның кеңейтілімін 2 есе көбейтуге мүмкіндік туды. Яғни бұрынғы iPad-пен салыстыратын болсақ, iPad 2-мен оның кеңейтілімі 1024-ке 768 болған. Шамалып келгенде. Ал қазіргі iPad-тың кеңейтілімі 2048-де 1536 болып келеді. Дисплейін айтатын болсақ, ол баяғыша 9,7 дюйм, яғни 25 сантиметрдей. Яғни бұл дисплей бұл диагоналі ғой өзінде? Иә, диагоналі 9,7 дюйм. Тағы да айтып кететін болсақ, құрылымын айтатын болсақ, баяғыша беті әйнектен жасалған, артқы панелі алюминий, және де 4G құрылысы пластикалық қара шолақпен белгіленген. Бұрынғы камераның бір кемшілігі ол нашар сапа болған еді. Ол кезде камера 0,7 мегапиксель болған, ал қазір біздің мамандарымыз оны 5 мегапиксельге көтерген. Осының көмегі арқылы сіздер Full HD форматындағы 1080p мен бейнеклиптер түсіре аласыздар. Тағы да басқа жақтан айтатын болсақ, ол iPad 2 дегенде болып келеді. Мына жерде дауыс өзгертетін батырмалар бар, дыбыссыз режимге өткізетін, және де қосатын сөндіретін, және де құлақшын салатын ұяшығы бар. Арт жағында колонкалары және де USB қосатын ұяшық бар. Енді әрі ішкі құрылымын айтып кетейік. Көріп тұрғанымыздай интерфейсі баяғыша қалған. Алайда оны қатты жақындатып қарайтын болсақ, біз оның сапасының көбірек екенін көре аламыз. Қазір міне жай көзбен бұны байқаламаймыз ғой. Қазір бір-екі суретті көріп, сендерге соның мүмкіншіліктерін көрсетіп кетейік. Міне біздің көріп тұрғанымыз бұл Астанамыздың бір үйлерінің бірі. Ол мынау профессионалды фотоаппаратқа түсірілген. Және де жақындатып қарайтын болсақ, біз ешқандай төртбұрышты жаңа пиксель көрмейміз. Яғни көріп тұрғанымыздай өте сапалы. Басқа дисплей шынымен де жоғары сапалы екен. Әрине. Мінекей мына суретті жақындатып көрейік. Көріп тұрғанымыздай өте сапалы. Сол уақыты өте аз және де өте тез. Соның қазір мысалы көрсетіп жіберейін. Алдың? Ойбай түсінбедім. Сіз кімсіз? Жай маған iPad ұнайды негізінде. Кешіріңіз, бұл жерде тұруға болмайды сізге. Біздіңді съемка болып жатыр, сізге болмайды негізінде. Дұрыстан сіз ана жақта может адамдар отыратын жерге барып көресіз. Кішкене. Кедергі жасау керек емес, отыра беріңіздерші сол жерде барлықтарыңыз. Және де мында жазудың ыңғайлылығын сізге көрсетіп жіберейін. Мысалға қазақтың бір мақалын жазып көрейік. Мынау қазақ тілін айтпақшы, қазақ тілін қабылдамайды екен. Қазақ тілі орнатылмаған ба сонда? Иә, қазақ тілі орнатылмаған, яғни тек қана орыс тілі, ағылшын тілі және басқа да тілдер бар. Жазып көрейік, бір орысша көрейік. ештеңе етпейді. Мінекей өзіңіз көріп тұрғандай тез қабылдайды екен, жазуға да өте ыңғайлы, және де өзінің ішіне енгізілген орфографиялық тексеруші сізге барлық қателеріңізді түзеп береді автоматты түрде. Жақсы екен. Сауран, енді өзіңізбен бірге мына бір затты алып келіпсіз, енді осы туралы айтып кетсеңіз, бұл не өзі? Жарайды, бұл iPad-қа арнайы арналған қабы, Smart Cover деп аталады. Бұл жаңа iPad-ыңызда өте орынды болып келеді.
қазір біз орнатып көрсетейін қалай жұмыс жасайтынын. Магнит арқылы жабысқан. Ол магнит арқылы iPadқа бекітіледі. Сыртқы беті түйілдей магниттен жасалған. Және де бір айтып кететін ерекшелігі, сіз смарт кавермен бетін жауып жүргенде iPad автоматты түрде күту режиміне өткізіледі. Я блокқа түседі. Және де смарт каверді әртүрлі пішінге келтіріп, әртүрлі панельдерге қойып қоя аласыздар. Мысалға текст жазыңыз десеңіз, осы қойып, өте қолайлы ретте жаза аласыздар. Және де мысалы кино қараңыз келіп, немесе бір достарыңызбен әңгімелескіңіз келсе, бұлайша аударасыздар. Бұлай қойып қоюға болады. Бұл кино көруге бөтен қайда екен. Кино көргенде немесе достарыңызбен FaceTime арқылы сөйлескен кезде, FaceTime деген бұл Skype сияқты бағдарлама. Бұл сізге осы достарыңызбен сөйлесуге. Әрине, веб камерасы арқылы. Сауран, осы біз жаңа iPad туралы көптеген өсектер естіп жатыр. Артта қызып кетіп өте қол күйіп қалып кетіп жатыр. Сол жақтан не айтасыз? Тағы жүрді. Отыра болыңызшы. Отырыңызшы, кешіріңіз сіз. Мен жаңа күткен адамның сол ойымнан шықпай жоқ. Жарайды, қайтып оралайық. Осы біздің iPad үшін сатылымдары сол жағы қалай болып жатыр осы? Сатылымдар туралы жақын арада осы Нью-Йоркте бір оқиға болған. Адамдар өздерінің кезектегі орындарын $1,500 сатқан. Алдындағы кезектерді осы. Әрине, сол $500 бір iPad сатып алу үшін $1,500 кезекте орын сатып алатын. Сол арқылы ақшта $500 тұрады, Әрине, ақшта $500 тұрады. Бізде неге сонша қымбат болып кеткен сонда? Енді өздерің ойланып көріңдер шеш. Біздің таможенный қазіргі бағасы 70 мыңнан. әрине. Енді осы жаңа iPad енді алу керек па, немесе осы iPad егін өзі жете ма негізі? Негізі бар ғой, бұл сендердің мақсаттарыңа байланысты ғой. Егер де сіз меломан болсаңыздар, көптеп кинолар, немесе басқа бір бейнеклиптерді қарайтын болсаңыздар, осыны алғаныңыз жөн болар ау деймін. Және де қазір арнайы жаңа iPad-қа арналған ойындар шығып жатыр. Ол ойындар ол графикалық редакторының барлық мүмкіндіктерін қолданады. Төрт ядролы графикалық. Әрине, осының барлық әдемілігін, сұлулығын көргіңіз келсе, осыны алғаныңыз жөн болар. Ал алайда сіздер тек қана осы күнделікті өмірге қолданатын болсаңыздар, әртүрлі бизнес мақсаттарыңызға қолданатын болсаңыздар, iPad екінің өзі жарайды ау деймін. Соны шектелген дұрыс дейсіз ғой. Сонымен жалпы менің пікірім солай. Енді бұның бағасы түсе ма, түспей ма, қалай жүрсіз ол туралы? Бізде қазір өте қымбат болып тұр. Әрине, біздің өзіміздің байқағанымыздай, бастапқыда ол интернет магазиндерде 200 мың теңгеге сатқан. Қазір 170 мыңға түсіп кетті. Ал кішкене күтетін болсаңыздар, мүмкін тағы да бір 150-120-ға түседі. Күткен дұрыс дейсіз ғой кішкене. Сәл де күткен дұрыс. Алайда енді өте қатты бір поклоннигі болсаңыз дейді ғой, Apple-дың, қазір алғаныңыз жөн болар. Барлық мүмкіндіктерін көріп, барлық ішіндегі нәрселерін біле аласыз. Ал енді Сауран, бізге шолу жасауға көмектескеніңізге үлкен рахмет. Шақырғаныңызға рахмет сендерге. Әрине, енді болашақта басқа да iPad продукттарына шолу жасап сізді міндетті түрде шақырамыз. Енді және осы арнайы шолуымыз біздің Mobile Store KZ сайты үшін болды. Ой. Мынау iPad-ты алып кетті. Бергендеш. Біздің шолуымыз арнайы Vloggers KZ сайты үшін болды. Егер сізге ары қарай қызық болатын болса, осы оқиғаның жалғасы қызық болса, мені Twitter'да оқи аласыздар. Үлкен рахметімізді шолу жасауға көмектескені үшін Mobile Store.kz сайтына білдіреміз. Сау болыңыздар. Тапқан арқылы жабыстырылады. Қазір сізге көрсетіп жіберейін. Мына жаныңыз бар. Бля! Әрине. Шешсіздер. Кім басты ғой? Біле басты. Зависит комиссия, а чего ты басты? Пол? Взять